Қадірлі алашқа сыйлап азат күн, ерім бар ерен ел тұтқан, бағына туған қазақтың. Үмітін елдің ақтаған, іргесін жердің сақтаған, өзіңдей қайсар ұлы бар қазағым мен аймақтанам. Көзіңмен сәуле құйып күн, сөзіңмен елді ұйыттың, қырандай қанат қақтың да шыңына жеттің биіктің. Бұлытын сырып мұнардың, қазақты төрге шығардың, алдына шықтың жарқырап әлемді көшбасшылардың. Есілдің екі жағасы, көзіңнің ақ пен қарасы, өзіңе мәңгі қарыздар қазақтың әрбір баласы. Тарихтың көшін ұстаған дарабоздардың дарасы, елімнің асқар ағасы. Тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер, елімнің асқар ағасы. Кетау беделің, тұлғасы таудай кемелім, арқаға айдай қаласап, төбемді көкке теңедің. Еліңнің ертең күні үшін таппадың түкті бір тыным, арманнан туған астанаң, байтағы түркі жұртының. Есілдің екі жағасы, көзімнің ақ пен қарасы, өзіңе мәңгі қарыздар қазақтың әрбір баласы. Тарихтың көшін ұстаған дарабоздардың дарасы, елімнің асқар ағасы. Тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер, елімнің асқар ағасы. Өзіңе мәңгі қарыздар қазақтың әрбір баласы. Тарихтың көшін ұстаған дарабоздардың дарасы, елімнің асқар ағасы. Тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер, елімнің асқар ағасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сынып сағатымыз үлкен бір мереке қарсаңында өтеді. Ол қандай мереке деп ойлайсыңдар? Тұңғыш президент күні! Өте тамаша, өте жақсы. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірбаяны туралы біз бүгін сынып сағатын өтеміз. Ал біздің осы Қазақ ұлттық хореография академиясын кім салып берген білесіңдер ме? Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен біздің әдемі ғимаратымыз Қазақ ұлттық хореография академиясы салынды. Ал осындай бізге әдемі ғимарат сыйлағанына, осындай үлкен бізге мүмкіндік бергеніне біз тұңғыш президентімен не айтамыз? Рахмет! Тамаша, біз рахмет, алғыс айтамыз.
классный час посвящен первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. А вы знаете, дети, что наш президент имеет прямое отношение к нашей Национальной академии хореографии. 30 августа 2016 году Нурсултан Абишевич Назарбаев открыл нашу академию. И это был большой праздник, это был большой успех, это была радость для всего Казахстана. Ата-бабам мың сынаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған. Азаттықтың ақтанышын тер төккен, тұңғыш қазақ президенті Нұраған. Үш қоңыр баурайының белінде өскен, әбіштей әкесі әділ өмір кешкен. Нұр аға халық үшін жасар істің, бәрінде бесенеден бөліп өскен. Жас елдің желбіретіп туын көкке, жанарым жас Нұрсұлтан тіккен өрге. Сол сәттен қазақ деген ұлы елдің, бақыты мамыражай шөккен көкте. Елбасы ақын, оның суырып салатын қасиеті бар, ал өлеңдерімен тек жақындары ғана таныс болса керек. Халық назарына әлі таныс ұсыныла қойған жоқ. Жұрт тек елім менің үш қоңыр секілді әнге айналған өлеңдерін біледі. Елбасы құралайды көзге атқан мерген. Елбасымыз аң аулағанды, саят құрғанды жақсы көреді. Елбасы шебер шаңғышы. Бала кезінен шаңғыны жақсы көргенмін. Нұрсұлтан үш қоңырдың биігінен не бір қиын жолсыз жерлермен сырғанағанда алдына жан салмаған екен. Елбасы альпинист. Ол тау баласы болғаннан кейін бе альпинизмге қатты құмартқан. Кішкентай күнінде үш қоңырдың тау тасын жиі аралап кетеді екен. Кейін президент болған соң да кәсіби альпинистерге ілесіп бірінші шыңды бағындырған.
Соның ішінде теңіз деңгейінен 4010 метр биіктегі Абайдың шыңының орны ерекше. Бүгінде Алматы маңында Нұрсұлтан шыңы бар. Елбасы гольф шебері. Елбасымыз Ханен аралдарындағы демалыстардың бірінде жергілікті тұрғындарын гольф шеберімен қатты таңғалдырыпты. Гольф алаңшасының басындағы гольф топшасын, гольф алаңшасы аяғында көмбе жағындағы гольф топшасы түсетін құдыққа бір соққымен түсіріпті. Сонда таңғаларын қаққан Қытай мамандары тіпті сол жерге естелік қоймақшы болған екен. Біз бүгін ұлтымыздың кемеңгер данышпанына айналған білімді, ақылды, өзінің ұстанған саясаты бар Нұрсұлтан Назарбаев туралы бар білгенімізді ортаға салдық. Президент біз үшін ұлы тұлға, біз елбасымен мақтана аламыз, мақтай да аламыз. Қазақстан дейтін менің бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анау жаспен суарған, Бұл далада жылап келіп қуанған, бұл даланы көріп алғаш қуанған. бұл далада өскен жанда жоқ арман. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгі бол. Қазақ елі ертегіде күн кесіп, татулық пен тұрақтылықты ту етіп келеді. Сондықтан егемендігіміз баянды болып, халқымыз аман, ел жұртымыз тыныш болсын. Осымен балалар, бүгінгі салтанатты тәрбие сағатымыз аяқталды. Сіздерге үлкен рахмет.
Thank you.